Жаңағыны жалғастырып тастайық енді. Біздер этиологиясын келіп тоқтадық, иә. Этиология ол өте маңызды бізде. Этиология ол экзогенді және эндогенді болып бөлінеді. Экзогендіге ол сырттан әсер етеді, иә, бізге. Мысалы, күн қатты ыстықта, біздің Ақтауда мысалы 50 градуста сіз далада жүрсеңіз күйіп қаласыз, иә. Ол получается күннің әсері, күн нұрының әсері сізге организмге әсер етіп тұр деген сияқты. Ол биологиялық, химиялық, физикалық, механикалық болып бөлінеді бізде. Экзогенді әсерлер кез келген ауруды айтқан кезде оның экзогендік әсерін міндетті түрде айтасыздар. Одан соң келесі эндогенді әсері, ол бізде ішкі бұзылыстардан болады. Мысалы, жаңағыдай қанның ұйып қалуы деген сияқты әртүрлі іштің адамның организмінің ішінде ол бізге көрінбейді, иә. Адам организм ішінен болатын бұзылыстарды жатқызамыз. Жалпы бізге осы этиологиясын білу өте маңызды. Аурудың неден туып жатқандығын біз этиологиясы арқылы білеміз. Келесі бізде этиологиясын айттық. Енді жалпы этиологиясымен қоса патогенезі бар бізде. Патогенезі ол оның әрі қарай дамуы, асқынуы, жалпы дамуы қалай жүреді осы аурудың, иә. Мысалы, отек десек, ол отек қалай жүреді, оның қандай сатылары бар, қабыну, оның қандай сатылары бар. Мысалы, 3 сатысын айтып кеттік, иә, біз 3 сатысы қалай жүреді, жалпы қай кезде бірінші қай система іске қосылады деген сияқты. Патогенезі ол өте маңызды. Біз сондықтан да дәрігер ретінде этиологиясын және патогенезін білуіміз өте маңызды. Емін ол обязательно деген сияқты. Келесі патан. Патанға мен артық ештеңе салған жоқпын, оны сіздерге жай ғана осылай түсіндіріп бергім келді. Мен айттым, патанды білу үшін сіз гистологияны білуіңіз керек. Мен тоже патанды баста түсінген жоқпын, қалай оқу керек екенін білген жоқпын, себебі ол кезде не только тақырып, сонымен қатар осындай препараттармен жұмыс жасайсыз. Одан соң мен тоже гистологияны қатты түсінген жоқпын. Гистологияны біз жай ғана оқыдық, былай көрдік, бірақ ондай қатты қызықпағанмын ғой кезінде. Одан соң патанға келген соң, солай екен ғой деп қызығып, торжыстан патанды да ең соңына келген кезде жақсы көріп, қимай қоштасқан сабақтарымның бірі деуге болады. Енді бұл жерде патанда білуіңіз керек маңызды дүниелер. Ол жаңағыдай 8 жүйені тоже оқисыз, үйренесіз. Бұл жерде патанның бір ерекшелігі макро және микро препараттардың болуында. Көбісі осы микропрепаратты түсінбейді. Олар суреттерін әншейін өтірік гүл қылып салады, бір суреттерін біреуін жапырақ бәйтеуір өтірік салған студенттердің талайын көрдім. Бірақ патаннан бізден ағай требовательный болды. Суретті дұрыстап салу керексің. Бір точкасын қате салсаң, болды, ағай дейтін қолын қоймайды. Сондықтан да микропрепаратты білу өте маңызды. Оны не только гүл сияқты қылып салу, оны ұқсатып салу, оны салу ол тек қана әншейін сөз ғой. Оны түсіну керек та, сіз не салып жатырсыз, қандай патологическое изменение, қай жерінде болып жатыр. Көбісі осыны түсінбейді. Біреуден барып көшіріп алады. Мұнда кел, мынаны түсіндіріп бер десе, они ничего не рассказывают. Почему? Потому что они не знают, просто олар көшіре салды деген сияқты. Сондықтан да достар, көшірмейміз ешкімнен ештеңені, өзіміз саламыз. Бізде атластар бар, патаннан неше түрлі. Ағайлардан, апайлардан сұрасаңыздар, олар сіздерге міндетті түрде түсіндіріп береді. Патан вообще классно, прямо классно сабақ ол дейтін бар ғой. Маған қатты ұнайды. Енді қараңыз, мында жеке әдейі микропрепарат салып қойдым сіздерге. Мынау бізде кәдімгі өкпе тіні берілген, мына жақта тоже өкпе тіні берілген. Бірақ екеуінің айырмашылығы бар, иә. Мынау мысалы қалыпты түрде, мысалы, қараңыз, альвеолалар көрсеткен мұнда, иә. Осы альвеолалардың іші обычно воздухқа толып тұрады олар, нормада. Аналар вот бронхтар берілген бізде. Көріп тұрғаныңызда, иә, бізде үлкен бронхтар, кіші бронхтар деп беріледі. Ал мына жерде тоже самый альвеолалар берілген, бірақ альвеолалардың іші воздухқа толып тұр, қараңыздар, суға толған мына жерде, жидкостьке толған. Мына көріп тұрғандарыңызда точка-точкалар тұр ғой, бұлардың барлығы бізде уже воспаление, уже лейкоциттер толып кеткен көріп тұрғандарыңызда. Өте оңайдан негізші. Кез келген осындай препарат беріледі сізге, бауыр тіні беріледі, бүйрек тіні беріледі, солардың тінін қарайсыз. Олар мысалы бүйрек тіні берілсе, мысалы почкада, оның клубочкасы болады, канальцы болады, солар мысалы қалай беріледі,
клубочкасының ішінде мысалы шумақша деп айтады қазақшада. Соның ішінде мысалы капиллярлар жиналып тұрады, сол капиллярлар қабынып жатыр ма, мысалы біз әртүрлі ауруларды өтеміз, соларға байланысты мысалы гломерулонефрит болған кезде, пиелонефрит болған кезде олар қалай өзгереді деген сияқты, соның барлығын микро және макро препараттарда қарайтын боламыз. Макро препарат тоже самый, мысалы макроны салмаппын да жерге. Макро мысалы сморщенный почка дейміз, немесе первичный почка дейміз да. Олар яғни жаңағыдай бүріскен бүйрек деген мағынаны білдіреді. Сондай кезде ол бүрісіп тұрады бүйрек деген кәдімгідей. Оның біз консистенциясын айтасыз, бетке қандай мысалы бугристый или не бугристый деген сияқты, мелкозернистый деп айтамыз, әртүрлі сипаттайсыз, сол көзіңізбен не көріп тұр, соны сипаттайсыз. Ол макро қатты қиын емес. Микро тоже самый, микроны білуіңіз керек. Ең бастысы, сіз қалыптаны білетін болсаңыз, онда сізге макрода, микрода қиын болмайды. Достар, мен сіздерге айтқым келетін дүние, ол патанда, патфизда өте қызық сабақтар. Патанның бір ерекшелігі сізде препараттардың болуы, сіз живой препараттарды көресіз. Міндетті түрде кейбір сабақтарда болады, енді көрмей ұмытып кететін жағдайлар болады, апайлар, ағайлар сұрамайтын кездері болады. Сол кезде бірақ өзіңіз жаңағыдай кабинетке барып, сол препаратты қарап, сол препаратты оқып жатасыз. Мысалы, оқисыз кітапты, қосымша жаңа препаратты көріп тұрып оқысаңыз, онда сізге более понятно и түсінікті болады. Смело тоқсан бөлісіңіз алып кетесіз. Мысалы, микропрепарат тоже кітапта описаниялар жазылған, сол описание бойынша оқып, именно мына жерде мына орналасқан екен, мына жерде мына орналасқан екен деп қарасаңыздар, өте түсінікті. И оқыған кезде не только жай оқып кетпеңіздер, сыпырлатып. Ағайлардың видеолары бар түсірген ютубта, осы микропрепарат деп іздесеңіздер, өте күшті видеолар түсірген. Мысалы, біздің Кука, Ғанилар күшті түсірген. Қазір менің инста парақшамнан сұрасаңыздар болады, олардың YouTube каналдары қандай екендігін сіздерге айтамын. Ол жігіттер де өте сондай препараттарды жақсы түсірдірген. Маған микропрепараттар мысалы қатты ұнайды, оны описать еткен, оны түсінген, оның суретін салған өте күшті негізі. Әр сабақтың өзіндік ерекшеліктері бар, сондықтан да барынша назарыңызды осы білім алуға келгеннен кейін барынша осы жаққа назарларыңызды бұрып тікелей жақсы білім алсаңыздар деген ниетте бұл видеолардың барлығы түсіріліп отыр. Сондықтан да мені қолдау ретінде әлде күшті видеолар шыққанын қаласаңыздар, менің YouTube каналыма тіркеліп, комментария жазып, достарыңызға таратып кетсеңіздер өте қуанышты боламын. Себебі біздің дамуымыз әлі алда деген сияқты. Мен әлі сіздерге көп видеолар түсіргім келеді, әлі көп сабақтарды айтқым келеді, қалай оқу керек, не істеу керек. Сонымен қатар, мысалы, бізде фарм, көбісінің қиналатын сабағы. Сол фармға алда уақытта механизмдарды қазақша түсіруге барынша тырысамын. Сондықтан да маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Осымен бітірейік сабағымызды бүгінге. Сау болыңыздар, сіздерден әрине қолдау күтемін.